Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Бүгінгі тақырыбым басқа видеоларға оқшылмайды, басқа бір тың жаңа тақырып айтқым келеді. Қалайдан торап арқылы сауда бастап істеуге болады. Әрине, бұл тақырып сіздерге өте бір тың жаңа тақырып болып кетуде мүмкін. Өйткені әзірге шейінгі видеоларда қалайдан виза алу керек, қалайдан шетелге шығу керек, қалайдан шетел оқуға бару керек дейтін осындай тақырыптарды айтып келем. Өйткені мен әлі де бұл каналға қандай бір тақырып болмаса қандай бір жолда алып кетем дегенде әлі де мен үйрену үстіндемін, әлі де өзімде біле алмадым десем болады. Сондықтан әр жолы өзім білген нәрселерімді сіздерге бірге бөлісіп отырғым келеді. Сондықтан сіздер қызығатын болсаңыздар, комментарийға жазыңыздар, сұрақтарыңыз қойыңыздар, лайк басыңыздар, судырыңызға қарай отыра мен қандай видео шығаруым керек, қандай жолдармен сіздерге көмектесе аламын дейтін бір өзімде де түсінік болады. Сонымен кеттік, қалайдан торап бизнесін бастауға болады. Өз жағдайымда айтатын болсам, сіздер менің видеоларымызды, алдыдағы видеоларымды бәрін көрген болатын болсаңыз білесіз, мен кішкентайымнан Қытай мектепте оқыдым, әзір Канадада тұрамын. Менің 2 кішкентай балам бар, біреу 9 жаста, біреу 4 жаста. Өзімнің оқып жатқан докторлық, магистрлық үйренуім бар. Сол осы бала, семья, одан сырт мектептің жұмысы, қызмет, одан сырт қызмет істеймін. Әрине мектепке teaching assistant болып дәріс өтемін. Осы уақыттардың бәрінің сыртынан бастап, қалайдан бір бизнес бастау керек дейтін осы идея, осы пандемияның ішінде пайда болды. Көп жұмыстың бәрі торап арқылы бітіп жатыр. Мектептегі жұмыстар болсын, балалардың үйрену болсын, торап арқылы дәріс өту болсын, бәрі де торапта. Сондықтан мен ойладым, қалайдан бір торап арқылы бір жұмыс бастап істеуге болады. I believe көп адамдардың бәрі өстіп торап арқылы не істеуге болады, торап арқылы бизнес бастауға бола ма, болмаса торап арқылы қандай саудаларға істеп көруге болады деп көп адамдар осыны тексеріп, зерттеп көрген шығар деп ойлаймын. Мен де соның ішіндегі бірі. Сондықтан осы пандемия аралығында біз бір жаңа physical product, бір продуктты дизайн қылып, оның сыртқы пакетингдерін жөндетіп, маркетқа салып көрдік. Әрине менің ешқандай кезде саудаменен істеп көрмедім. Бұрынғы өзімнің кәсібімде university instructor, universityдағы профессор болып істедім, одан сырт мұғалім болып істедім бір кездерінде. Сондықтан мен үшін бизнес деген бір ұзақ, мен үшін өте ұзақ деп ойлаймын. Өйткені мен ешқандай кезде бизнес істеймін деп ойлап көрмеппін. Ал осы пандемия уақыты мен үшін өте бір жақсы орай болды. Сондықтан басынан бастап қалай болғанын, не істеп жатқанын соны сіздермен бірге бөлісейін. Біріншіден, мына торап арқылы істейтін бизнес болғандығынан, оны сіз өзіңіз компьютер арқылы болмаса телефон арқылы осы бизнесіңізді менеджер қылып кетуге болады. Мысалы, мен әзірге бұл мен өзім телефонымның ішінде тұрған, бұлайынан жақсы көрінбеймін. Бұл жерде бұл заттың қандай зат екенін сіздер көріңіздер. Бұл зат мынандай ағашпенен жасалған kitchen product біз үйде бар, мен сіздерге алып көрсетейін. Бұл сыртқы дизайн менің жолдасым жасады, өйткені біз енді қазақи болғандығынан оны қазақи ою жасап, өзіміз қазақи лого жасап, мен өзім найманмын, сондықтан оған найман дейтін марка қойып, бұлайдан жасаған нәрсе. Ал үшін негізі біз мынандай бір үлгі қойып жасағанбыз. Бұрамда кейбір заводтардың жақсы жаманын қарай отырып, бірінші жолғы тауарда жақсы шыққан, екінші ретке қайтадан жасалғанның ішіндегі бұл лого жақсы болып, өте қанық болып шықпаған. Бұны біз үлкенірек қылып жасатқан болатынбыз, бірақ анда торап арқылы болғаннан
әрбір зат өз қолыңа тимейді, сондықтан кейбір кезде жақсы жасалады екен. Бұл нәрсені енді оған амал жоқ, өйткені мануфакчердің қасында тұрмағанымен одан неше түрлі жағдайлар болады екен. Мындай осындай үш әрине бұны тамаққа істететін нәрсе, тамақ істейтін не дейміз мынаны? Спачула. Одан соң оның ішінде бір кішкентай спачулаларды қоятын суши мәт сияқты мындай бір немесі бар. Осындай нәрсені жасаттым. Ал мен өзім Канадада тұрам, бірақ бұл затты біз Америкада саттық. Өйткені Америкада адамның саны көп, тұтынушылар көп, Канаданың жері үлкен болғанмен Американың marketplace сауда орын, сауда үлкендігі Канаданың кем дегенде 10 есесіндей, адам саны да 10 есесінде. Одан сырт Американың маркетплейстен сіздің тапқан ақшаңыз әрине Америка доллар болады. Канада болса, Канада доллары. Екеуіндегі farq бар. Америка доллары әрине Канада долларынан әлде біраз құны жоғарырақ болып тұрады. Әрқандай адам, сіз дүниенің әрқандай жерінде, сіз Германияда тұрасыз ба, Америкада тұрасыз ба, жоқ Қазақстанда тұрасыз ба, әрқандай адам бәрі торап арқылы сатуға болады. Американың ішіне, Америка долларды табуыңызға болады. Ол қай жерге саттым дегенде мен Амазонға саттым. Көп адамдар біледі, әсіресе бизнеспен айланысып жүрген адамдардың бәрі біледі. Амазон деген бұл әзіргі дүниедегі ең үлкен онлайн маркетплейс, тораптағы сауда орны, ең үлкен орны. Сіз Канадада, әзірге дүниенің Канада, Америка, Мексика, Германия, Сингапур, одан сырт UK, бәр жерде бар. Бұл айтқанда сіз бұны түсінетін болсаңыз, сіз дүниенің әрқандай жерінде тұрып, ақша тауып жүргеніңізге болады. Осыған деген көп түсініктерім бар. Қалайдан жолын жүру керек екен, қалайдан істеу керек екен дегеннің бәрін жақсы түсініп. Сонымен Амазонға бір зат салу, оның ішінде білуге тиісті өте көп үйренудер жатыр екен оның ішінде. Әрине, мен өзіме салатын болсаңыз, мен cosmetics, болмаса бір әйелдердің киімдері, осындай нәрселерді сатсам деп ойлаймын. Бірақ сіз торап арқылы сататын нәрсеге, оған market research, оған шынымен де қандай нәрсе елдерге қажет, қандай нәрселерді оңай табылады, қандай нәрселерді мен дизайн қылдырған кезде оңай болады, осыған деген manufacturer бар ма, қай жерлерде өндірістер бар, өндіріс supplierдерді оңай табуға бола ма, осы судардың бәрін ойланыстырып келіп бір бекім жасайды екенсіз. Ал бұл затты тауу үшін сіз оған көптеген бизнес концепт түсінуіңіз керек. Ал бұның бәрін үйренуге болатын нәрсе. Әрине бір мектептен үйренуіңізге болады, өзіңіз үйренгіңіз келетін болса, бұның бәр нәрсені үйренуге болады. Сан сипырмен сөйлесу керек екен. Сіз жөн өзіңіздің сезініміңізге қарай отыра, бұл нәрсе сатылады деп сатуыңызға келмейді екен. Одан сырт әрине бұл тораптан сатылатын нәрсе болғандығынан, тораптан арқылы елдер тауып алу үшін мүмкін сіздің затыңыз сондай мықты, жақсы, сапалы зат. Бірақ та ол затты елдің алдына апарып көрсете алуыңыз керек. Ал торап still retail бір store болатын болса, physical store болатын болса, әрине даунтаунға адамдар ең көп жерге елдің бәрі келіп кететін адамдар көп болған кезде сіздің дүкеніңіз көрінеді, сондай бір жақсы бір орын талдауыңыз керек. Ал онлайн болғандығынан оқшаш заттар көп. Сондықтан сіздің бірден бір елдің алдына көріне алатын мүмкіншілігіңіз SEO дейді. SEO дегеніміз Search Engine Optimization. Сіздің ішіне жазған жазударыңыз. Мысалы, бұл каналды мен шетелдегі қазақтар деп қойдым. Әрине, ол мен шетелдегі қазақтардың бір уәкілімін деген нәрсе емес. Қазақша шығарған контент, осындай видеолар өте аз. Ал ешқандай адам бір қазақша әріппенен жазып, қалайдан шетелге шығам, болмаса қалайдан сауда істеуге болады дейтін іздеп көретін адамдар өте аз екен. Сондықтан ең басында видео жасаған кезде шетелдегі қазақтар қандай, болмаса шетелдегі
шетелге оқуға шығу дейтін осындай жазуларды басып көрген адамдар. Сондықтан бұл әріптерді SEO дейді. Сондықтан мен шетелдегі қазақтар деп қойдым. Бұл мағанда бір адам шетелдегі қазақтар қандай деген кезде каналың елдің алдына шығып, елдің алдына көрінуі мүмкін. Жақсы контент, жақсы видеоларды шығарған күннің өзінде де елдер бұл видеоларды таба алу керек ең бірінші орында. Осымен ұқсас. Сондықтан жаңағы торап арқылы нәрсе сатқан кезде де оның артындағы қалайдан кейвордтарды іздеу керек, қалай сөздіктерді іздеу керек, қалайдан елдің алдына шығаруға болады дейтін оның өзі бір үлкен бір үйрену екен. Әлі де үйрену үстіндемін деп айтуыма болады. Ал бұл бір жақсы орай. Бұған қызығатын болсаңыздар, әлде ішкергі, әлі де осыған қатысты қалай істеу керек дейтін осыған қызығатын болсаңыздар, әлде осыған қатысты көп видеоларды шығаратын боламын. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Онлайн бизнес қалай бастап істеуге болады, қалайдан онлайн бизнес сіз өзіңіз Қазақстанда отырып, болмаса өз мемлекетіңізде отырып, қалайдан Америкаға зат сатуға болады, болмаса қалайдан Қазақстанның затын Америкаға, Канадаға, тіпті де басқа мемлекеттерге таныстыруға болады дейтін тақырыпты айтып өттік. Комментарийға сұрақтарыңызды жазыңыздар, қызығатын болсаңыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламет болыңыз. Рахмет.